Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu алейкум, құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы. Менің сізге ашық хат жазу себебім қазақ еліндегі ислам ғұламасы Әл-Фараби мен Абай ілімдерін ғылыми тұрғыдан жалғастыру болып отыр. Ондағы мақсат жаңа әдетті Қазақстанға лайық жер бетіндегі билікке әділеттілік орнату, әлем жұртшылығын ізгілікке бастау, әлем тыныштығын сақтау. Өзіңіз президент болғаннан бастап әділетті жаңа Қазақстан орнатуды алдыңызға мақсат етіп, ғалымдардан Әл-Фараби мен Абай ілімдерін рухани тұрғыдан игеруді талап еткен болатынсыз. Жаңа әділетті Қазақстанға лайық халық күткен билікте өзгерістің болмауы, ғалымдардың Әл-Фараби мен Абай ілімдерін ғылыми тұрғыдан жалғастыра алмауында болып отыр. Алдыңызға қойған мақсатыңызды президенттік билік арқылы атқарып жатқан жайыңыз бар. Президенттік билік арқылы жер бетіндегі билікке әділеттілік орнату, оны өзгерту мүмкін емес. Жер бетіндегі билікке әділеттілік орнату, оны өзгерту, Құран сөзіндегі Алланың хикметі мен үкімінен тұратын Әл-Фараби мен Абай ілімдерін жалғастыру. Әлем жұртшылығы жер бетіндегі билікке жоғарыдан болатын осы бір өзгерісті қазақ елінен, қазақ жерінен күтуде. Алла тағала Әл-Мисақ жаратылысында пайғамбарларды жер бетіне өз нұсқауы мен өз сөздің ақиқатынан тұратын хикметі мен үкіміне бойсыну үшін жіберген. Және оларға өз сөздің ақиқатын шындықпен уәде еткен. Өткен философтар жер бетіне ақиқат пен шындықтың сезімнен тыс жоғарыдан өзгерілмейтін, дамымайтын дүниеден келетіндігін айтқан. Әл-Фараби мен Абай ілімдерін жалғастыруға қазіргі ғалымдар мен дін иелерінің және заманның өзгеретіндігін айтып жатқан бақсы, балгер, көріпкел, емші, зікіршілердің ой өрісі жеткен жоқ. Өйткені дін иелерінің уағызындағы құлшылықта және заманның өзгеретіндігін айтып жатқан бақсы, балгер, көріпкел, емші, зікіршілердің болжамдарында ақиқат пен шындықтан тұратын исламның амал ісін дәлелдейтін ғылыми дәлел жоқ. Діннің негізін салушы пайғамбарлар мен ақыл иелері ақиқат пен шындықтан тұратын Алланың хикметін жоғарыдан келетін Алла тағаланың өз әмірінен және өз әмірімен келетін өз адамынан күткен. Биылғы 2025 жылғы ораза айында жалпы адам баласына болатын жақсылық жер бетіндегі билікке өзгерістің жоғарыдан болуы. Ақиқат пен шындықтан тұратын Алланың хикметін игеру, Алланың қалауы мен өзінің қалаған адамына өз уақиы арқылы ұлы мұғжизасымен беріліп, жерден өз жәрдемімен ғана жүзеге асады. Исламда жалпы адам баласына болатын Алланың жәрдемі ұлы жиһад деп аталады. Құран сөзінде жоғарыдан келетін Алланың жәрдемі мен әміріне жұмылу Жұма сүресінде айтылған. Онда жер бетін жаманшылықтан тазартатын, барлық қауымға кітаптағы даналықты үйрететін, оларды ақиқат тура жолына түсіретін бір адамның келетіндігі айтылған. Құранда Алла тағала өз мархабатын, яғни жәрдемін қалаған адамына арнайды деген. Абай Алланың мархаматымен болатын құдірет, ғылым мен рахым деген. Алла тағаладан жалпы адам баласына берілетін ғылым өз хикметі мен үкімінен тұратын Әл-Фарабидің жүрек ілімін жалғастыру. Абайдың толық адам ілімінен тұратын Әл-Фарабидің құдай танылық ғылымын ашу. Абай айтқан аспан шырақтарымен таңғыланған Алланың қалауындағы иманның негізгі үш асылын тауып, әділетті хақ жолын бекіту, Абайдың жұмбағын шешу. Алла тағаладан жалпы адам баласына болатын рахым, дүние тіршілігіндегі адамның өмірін жақсылықтан бастау, оларды жақсылыққа ізгі тәрбиелеу. Заман ағымынан тұратын адам өмірмен байланысты қоғамдық жүйенің тәрбиесін, оның даму заңдылығын дұрыс жолға қою, әлем тыныштығын сақтау, адам болу, адамша өмір сүру. Алла тағала о баста өз хикметі мен үкімінің жерден жүзеге асуын ақыр заман уақытысымен белгілеген. Алланың қалауындағы сол ақыр заман уақытысы Құранда ұғымын Алла тағаланың өзі білетін әлиф, ләм, мим деген хикметімен белгіленген. Алланың ұғымында хикметін әлі бір ғалым ашқан емес. Ислам ғалымдар оның ашылуын ақыр заманда келетін Алла тағаланың өз әмірімен келетін өз адамынан күткен. Ел ішінде ақыр заманда көктен Иса түседі,
жерден имам Мағди шығады дейтін ғибратты сөз бар. Алла Тағаладан қалаған адамына өз хикметінің жоғарыдан берілуі, Иса пайғамбардан көктен түсуі. Алланың хикметін қазақ елінен, қазақ жерінен игеру, имам Мағдидің жерден шығуы. Бұл ізгі хабарды қазақ елінен әлем жұртшылығы естуі тиіс. Өйткені жер бетіндегі адам баласының тағдыры осы ізгі хабардан тұратын қазақ елімен байланысты. Құранда рухани байланысы үзілген елді Алла қаламайды деген. Қазақ елі рухани байланысы үзілмеген Алланың қалаған елі. Ақыр заманда келген Алла сөзінің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, Алланың хикметі мен үкіміне даналық айту, Алланың барлығын дәлелдеу, яғни Әл-Фарабидің Құдай танулық ғылымын ашу, әлем жұртшылығын ізгілікке бастау, әлем тыныштығын сақтау, о бастан ақ қазақ елінің маңдайына жазылған. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Алматы қаласында Әл-Фарабидің абай ілімдерін зерттейтін абай ғылыми орталығында жұмыс істейтін ғалымдарыңыз бар. Менің сізге айтайын деп отырғаным, осы ізгі хабарды ғалымдар мен дін иелері талқыласын. Ғалымдар мен дін иелерінің ғылыми отырысын ұйымдастыратын қазір қолыңызда толық мүмкіндігіңіз бар. Әлем жұртшылығын ізгілікке бастау, әлем тыныштығын сақтаудың бірден бір тура жолы ғалымдар мен дін иелері мен Алланың хикметі мен үкімінен тұратын Әл-Фараби мен абай ілімдерін талқылау, жалғастыру, олармен ғылыми тұрғыдан бейбіт келісімге келу. Менің сізге айтайын деп отырғаным, Америка мен Араб елінің және Орыс пен Қытай елінің ғалымдары келіп, Алла сөздің ақиқатынан тұратын Алланың барлығын дәлелдеп, Әл-Фарабидің Құдай танулық ғылымын ашып бере алмайды. Өйткені олардың ой өрісі мен санасы оған жеткен жоқ. Өткен философтар мен барлық дін иелерінің алдына қойған мақсаты ақиқат пен шындықты табу болатын. Алла сөздің ақиқатынан Алланың барлығын дәлелдеу, Әл-Фарабидің Құдай танулық ғылымын ашу, әлем жұртшылығын жаратушымен табыстыру қазақ елінің өз маңдайына жазылған. Әл-Фараби мен абай ілімдерін жаңғыртқан ізгі бастамаңызды ғылыми тұрғыдан жалғастырайын. Ол үшін ғалымдар мен дін иелерінің ғылыми отырысын ұйымдастыратын маған сіздің көмегіңіз керек. Оларға жоғарыдан келген Алланың хикметі мен үкімін жеткізейін. Алланың хикметі мен үкімінен тұратын Әл-Фарабидің жүрек ілімін жалғастырайын. Абайдың толық адам ілімінен тұратын Әл-Фарабидің Құдай танулық ғылымын ашайын. Абай айтқан, аспан шырақтарымен таңбаланған Алланың қалауындағы иманның негізгі үш асылын айтып, әділетті хақ жолын бекітейін. Абайдың жұмбағын шешейін. Заман ағымынан тұратын адам өмірімен байланысты қоғамның тәрбиесі мен оның даму заңдылығын дұрыс жолға қойып, әлем тыныштығын сақтайық. Жаңа әділетті Қазақстанға лайық, қазақ елінен қоғамды ізгіліктен бастап, жарқын болашақта өмір сүрейік. Жалпы адам баласына әлем тыныштығын сақтап, адам болудың басқа жақсы жолы жоқ. Ізгі хабарды жеткізуші Талдықорған қаласының тұрғыны пенсионер Талысбек Ірімкешұлы Челемесов. Қазақ еліне Алладың жәрдемі мен хикметінің жоғарыдан болуын, жалпы адам баласына деген жаратушы, жарылқаушы Алланың жарылқауы деп біліңіздер. Әмин. Осы ізгі хабарды талқылаңыздар, таратыңыздар. Ғалымдармен барынан келісімге келейік. Ғылыми тұрдан халықты жолға салайық. Биылғы заманның өзгеріп жатқаны Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығын жерден жүзеге асуы, өз билігінің келуі. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.